жақсы пысықтаймыз, иә? Мен мына долика лақтырамын. Түскен санға сұрақ қоямыз, жақсы ма? 11 сұрақ қояғым. Неше? Дұрыс па балалар? 5. Неше? Сұрақ қояғым. Неше? 2. Жақсы, екінші болса қандай сұрақ қоямыз? Нешінші? Дұрыс па балалар? Нешінші ма? 11. Неше? Ya, сұрақ қояғым. Неше? 5. Ya, сұрақ қояғым. Нешінші? 5-ші ма? 12. Неше? Ашу мақсатында сиқырлы шаттық ойын ойнаймыз. Сәлем. Әкелбесті. Құшақтасып амандасайық. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар, орындарыңызға отырамыз. Тақырыбымыз сөйлеу әдемі, кім ақылды? Дәптерлеріңізді ашып жаза қояйық. Сабағымыздың мақсаты мәтінді оқып, сөйлеу әдебі туралы білетін боламыз. Жаңа тақырып бойынша әдептілікті білдіретін бейнебаянды тамашалаймыз. Әдептілік дегенде бала, әдептілік дегеніміз кісіге ізет таныту мен құрмет көрсету. Ал кісіге қалай ізет көрсетуге болады? Үлкен кісіге амандасу, жол беру, аялдамада оны беру арқылы көрсетуге болады. Көп рахмет әже, таптым. Не болды балам? Әдептілік тақырыбына диалог құру керек болған. Сұрағаның алдынан іздемей аттанбай. Диалог деген не? Диалог екі адамның кезектесіп сөйлесу арқылы пікір алмасатын алдымен сөйлеу формасы. Диалогта сұрақ қойылатын сұхбаттаушының күткен жауаптар болады. Мысалы, егер жауап толық болмаса, қарсы сұрақ қойылатын күткен жауабы толықтырады. Диалог қысқа және ұзын болу керек. Диалогта әрбір кісінің сөзі жаңа жолдан басталып, амандасуша болып жазылады. Сонда әже екеуміздің әңгімеміз диалог болып санала ма? Иә, дана. Балалар, әдептілік туралы бейне жазбаны көрдік, иә? Енді не түсіндік әдептілік туралы? Нұрислам? Сәлем беру, үлкендерге жауап беру. Жақсы, отырағым. Үлкендерге көмектесу. Жақсы, Айзере? Үлкендерді сыйлау. Үлкендерді сыйлау, Айдар?
үлкендерді құрметтеу тағы. Үлкендерге жол беру, үлкендерге көмектесу. Тағы қойды. Айқын. Үлкендерге жол беру, үлкендерге көмектесу. Жақсы, жарайсыңдар. Енді бүгінгі жаңа мәтінді оқимыз. Кітаптарға қарай қойыңдар, оқулықтарына. Қандай мәтін? Кім ақылды? Ерден мен еркебұлан бірігіп, жап-жақсы ойлап жүреді. Бір кезде көпір үстінде бір-біріне қарсы кетіп қалды. Ерден, мен саған жол бермеймін деп тұрып алды. Ал еркебұлан, осыған бола ерегіскім келмейді. Бұдан былай сенімен ойнамаймын деді. Сөйтіп үйіне қарай жүре берді. Сонда екеуінің қайсының тапқыры ақылды болғаны? Жақсы, жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Кім ақылды мәтінін бөлікке бөліп оқитын боламыз. Кім оқиды? Айқын, жақсы оқи ғой. Ерден мен еркебұлан бірігіп, жап-жақсы ойнап жүреді. Bir кезде көпір үстінде біріне бір қарсы келіп қалды. Жақсы. Келесі. Рахман оқиын. Ерден мен саған жол бермеймін деп тұрып алды. Ал еркебұлан, мен осыған бола ерегіскім келмейді. Келесі. Жансая оқиын. Бұдан былай сенімен ойнамаймын деді. Сөйтіп екеуіне қарай жүре берді. Сонда екеуінің қайсы тапқан ақылы болғаны. Енді келесі топпен жұмыс жасаймыз. Бірінші топқа Ерден мен еркебұлан қайсының ісі дұрыс? Бәріміз бірігіп жасай қояйық. Әдепті бала қандай болу керек деп ойлайсыңдар? Жаза қойыңдар, келіп, жақындар. Осындай жағдайда бір-біріңе жол бересіңдер ме? Жақындап келіп жаза қойыңдар бір-бірін. Астына жазыңдар. Қаламмен жаза қоямыз. Ерден мен еркебұланның қайсысының ісі дұрыс? Еркебұлан. Жаза. Сенде де бір жасың. Жақсы. Әдепті бала қандай болу керек деп ойлайсың? Жазамыз. Қандай болу керек әдепті бала? Жаңа бейнебаяннан көрдік. Жақсы, орындарымызға отыра қояйық. Енді әр топтан бір оқушы шығамыз. Әр топтан бір оқушы шығамыз. Жаңа қағазын алып. Жақсы оқиды. Айқын оқиды. Дұрыс па балалар? Иә. Ерден мен еркебұланның қайсысының ісі дұрыс дейді? Еркебұланның ісі дұрыс дейді. Дұрыс па? Иә. Дұрыс, жарайсың. Келесі. Әдепті бала болу қандай болу керек деп ойлайсың? Әдепті бала қандай болу керек? Сосын?
менің жол бересіңдер ме? Иә, жол береміз дейді. Дұрыс па балалар? Дұрыс, жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Сергіту сәтін жасайық. Орнымыздан тұрамыз. Сыныпта барлығы бар. Сыныпта ешкім жоқ. Сыныпта тек ұлдар. Сыныпта тек мұғалім бар. Сыныпта барлығы бар. Сыныпта барлығы отыр. Балалар, енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Екінші жаттығу. Жазамыз. Екінші жаттығу. Енді бұл жерде айнымалы сөздер бар. Айнымалы сөздер әдісі арқылы берген сөздерді жазамыз. Ал келе ғой. Мына жерде бірінші айнымалы сөзді оқып тақтаға жазады. Екінші сөзді кім жазады? Әлия, сен шыға ғой. Оқимыз сөзді, сосын жазамыз тақтаға. Екінші сөз. Ренжімеңізші, тақтаға жазамыз. Келесі Гүлдер Айшыға. Жақсы, жарайсыңдар. Қандай сөз? Мақұл, мына жерге тұр қояғы. Жазалым. Келесі сөзді Әмина жазалым. Қандай сөз? Соңғы. Жақсы, қалауымыз білсін жазалым. Жақсы, жарайсың. Бүкте қоямыз. Соңғы сөз. Келесі жаттығуымыз, үшінші жаттығу сөздер қоржынынан ізеттілікті білдіретін сөздерді іздеп, ізетті сөздердің біреуін қатысып сөйлеп құраймыз. Бұл жаттығуды ауызша орындаймыз. Қандай сөздер бар? Қандай сөздер жазылып отыр? Рахмет. Оқасы жоқ, айып етпеңіз және кешіріңіз. Рахмет деген сөзге кім сөйлем құрайды? Сөйлем құрай қояды. Айқын. Айта ғой. Мамам маған рахмет. Нұрислам. Ата, әже, рахмет. Жақсы, Жансая. Әже, рахмет. Айзере. Ата, рахмет. Жақсы. Келесі кешіріңіз деген сөзге кім сөйлем құрайды? Жансая. Анашым, кешіріңіз. Альбина. Амина. Әсе, кешіріңіз. Гүлдерай. Ата, кешіріңіз. Жақсы, жарайсыңдар. Бұл жерде айып етпеңіз, оқасы жоқ деген тағы да сөздер бар. Оны қалай түсінеміз? Оқасы жоқ деген сөзді қандай жерлерде пайдаланамыз? Мысалға, қандай жерде пайдаланамыз? Рахмет айтқанда. Иә, рахмет айтқан кезде
айта беріңдер. Сабақ түсінікті болды ма? Ой, біздің сабақ маған ұнады. Несімен ұнады? Екінші жаттығуда, үшінші жаттығу. Иә. Екінші жаттығуда жазулар жаздық, үшінші жаттығуда да жаздық. Жақсы, жарайсың. Күлдер айт. Несімен ұнады? Екінші жаттығуда, үшінші жаттығу. Жақсы, жарайсың. Тағы келе ғой. Маған сабақ ұнады. Екінші жаттығу мен үшінші жаттығу. Несімен ұнады? Жақсы, отырағым. Жақсы балалар, бүгін қандай тақырыппен таныстық? Кім ақылды тақырыппен таныстық? Оның ішінде немен таныстық? Не туралы білдік? Әдептілік туралы білдік, иә? Әдептілікке қандай жатады? Нелер жатады? Иә? Сыйлау, иә, сосын үлкендерге жол беру, құрметтеу. Дұрыс айтасыңдар.